Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? 2022 жыл қыс. Астана қаласында сырғанақтың түрлері өте көп. Бірақ мен бұл жерде бірнеше түрін ғана көрсетемін. Үйдің жанындағы, маңындағы, және де экспо қалашығындағы, Астана әкімдігінің жағындағы бірнеше сырғанақтармен таныстырамыз сіздерді. Бұл сырғанақ президент саябағындағы сырғанақ, пирамиданың артындағы паркте кішігірім мындай жота болады ғой, сондайларды сырғанақ қылып жасап алғанбыз өзіміз. Одан кейін міне ботаникалық саябақта үлкен, ұзын, ең үлкен сырғанақ осы жерде. Бірақ бұл жерде адам басына төлейді, баллонды міндетті түрде сатып алу керек, өзің баллонмен болмайды. Онда аниматорлар бәрін жасап қойған. Адреналин үшін баруға болады. Келесі экспо маңындағы сырғанақ. Ол жерде каток та бар, үлкен, әдемі, жарты сағат сайын тазалап тұрады, таза өте. Көрінісі де әдемі, түнгі көрінісі, күндізгі көрінісі бәрі өте әдемі. Осы экспоның жанындағы сырғанақ маған өте қатты ұнайды. Адам көп болып кішкене кезекте тұрып қалғанымыз болмаса, былай өте жақсы.